Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бүгін жануарлардың жүрек қан тамырлары жүйесі құрылысының ерекшеліктері мен эволюциясы тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақта қан тамырлар, олардың түрлері мен қызметтері туралы ақпарат білетін боласыңдар. Эволюция барысында қан және қан айналым жүйесі ең алғаш рет буылтық құрттардан пайда болды. Оларда жүрек болмады. Жүректің қызметін дененің алдыңғы жағындағы жүрекше деп аталатын 5 ірілеу сақиналы қан тамырлары атқарған. Осы сөйлем бойынша сіздерде ұбт-да жиі кездесетін ол ең бірінші сұрақ. Жаңағы буылтық құрттарда қандай жүйе пайда болды деген, немесе қан айналым жүйесі нелерде пайда болды деген. Осы жерде естеріңізде сақтап қалыңыздар. Бас сүйекстерде жүрек болмайды. Қандауыршада жүрек қызметін құрсақ қолқа қан тамыры атқарады. Бас сүйекті жануарларда, яғни омыртқалардың 5 классын білесіздер, құстардан бастап, балықтардан бастап, жорғалаушылар, қосмекендер, сүтқоректілер және ұлулар мен буын аяқтылардағыдай қан айналым жүйесі жүрек пен қан тамырларынан тұрады. Келесі қан тамырларының қабырғалары туралы өтеміз. Осы ірі қан тамырларының қабырғаларының 3 қабаты бар. Ол сыртқы қабаты, ортаңғы қабаты және ішкі қабаты. Сыртқы қабат дегеніміз не? Бұл қабат тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Қан тамырларына пішін, серпімділік және беріктік қасиет береді. Осындай қабат барлық іші қуыс мүшелерде өңештің, асқазан, ішек, қуық, өт жолы сияқты тағы да басқа мүшелердің қабырғасында болады. Ал ортаңғы қабат ол бірыңғай салалы бұлшық талшықтарынан тұрады. Ол қан қысымы өзгерген кезде қан тамырларын тарылтып кеңейтеді, яғни қан тамырларына серпімділік қасиет береді. Ішкі қабат дегеніміз, бұл қабат жалпақ эпителий ұлпасының жасушаларынан сілемейлі қабықшадан тұрады. Ол үйкелісті азайтып және қан тамырлардың қабырғасында қосымша беріктік қасиет береді. Егер сіздерге бұлшық туралы ақпарат түсініксіз болса, алдыңғы видеоларда мен сіздерге саламын. Сол кезде нақтырақ ақпарат алатын боласыздар. Енді мына жердегі сіздерге берілген сурет бұл қан тамырларының суреті. Яғни артерия қан тамыры, вена қан тамыры және капилляр қан тамыры. Ақпаратты айтпас бұрын мен сіздерге бірінші суретті көрсетіп тұрмын. Жақсылап тұрып қарап алыңыздар, суретін салып алыңыздар. Жаңағы мынау суреттегі берілген жаңағы ұлпалардың түрлері, қайсы сыртқы, қайсы ортаңғы, жаңа ішкі қабат дегендердің бәрін айтып кеттім ғой. Мына суретте соның барлығы белгіленіп көрсетіліп тұр. Енді әрбір қан тамырын қазір жазған кезде қасына суретінде бірге салып алуларыңа болады. Енді біз сіздермен қазір бірінші артерия қан тамырына тоқталамыз. Міне қараңыздар, қызыл түспен белгіленген, эпителий қабатынан, жаңа айтып кеттім, оны дәнекер ұлпасының қабатынан және бірыңғай салалы бұлшық қабатынан тұрады дедім. Артерия қан тамырының қызметі қандай? Ол жүректен шыққан қанды таратады. Қысымы жоғары және тез жылдамдықпен ағады. 3 қабаттан тұратын берік тамыр болып келеді. Бірыңғай салалы бұлшық қабаты бұнда жақсы жетілген. Ағзадағы ең ірі артерия қан тамыры ол қолқа немесе аорта деп аталады. Осы мынау әрбір пункт бір сұрақ болып келеді. ұбт-да өздеріңіз байқаған шығарсыздар, пробный тесттерде көріп. Артерия қан тамыры бойымен артериялық қан ағады. Артерия қаны оттегімен жақсы қаныққан және оның түсі ал қызыл түсті болып келеді, яғни ақшыл қызыл деп айтсақ болады. Олар терең орналасады және терінің астынан көрінбейді. Аққан қанды тоқтату үшін қан тамырының жарақаттанған жерінен жоғарырақ қысып байлаймыз. Сол кезде яғни қан не істейді? Тоқтайды деп айтсақ болады. Екінші қан тамыр бұл бізде вена, жаңағы бірінші суретті көрдіңіздер ғой. Қарап алыңыздар, жаңағы тағы да айтып кеткен ақпараттың бәрі сол суретте көрсетіліп тұр. Енді бұның қандай ерекшеліктері бар? Вена қанды денеден жүрекке қарай айдайтын қан тамыры. Дәл осы сөйлем бір тест болып келеді, үнемі келеді. Қараңыздар, жүрекке қарай апарады қанды. Қанның венадан жүрекке қарай қозғалуының 3 себебі бар. Біріншісі, кеуде қуысында қысым төмен болады, қаңқа бұлшық еттері жиырылады, қанның кері ағуына кедергі жасайтын қақпақшалардың болуында. Тағы да бір ерекшелігі, бұлардың қабырғалары 3 қабаттан тұрады. Бірыңғай салалы бұлшық қабаты жұқа және әлсіз болып келеді. Қан қысымы төмен болады венада.
қаны қою қызыл түсті, яғни күрең қызыл деп айтсақ болады. Бірақ суретте өздеріңіз байқасаңыздар көк түспен белгілейді ғой, мысалы оқулықтарда, иә, олай емес. Біреуі ақшыл қызыл, жаңағы артерия, вена қою қызыл болып келеді. Терінің беткі қабатына жақын орналасқандықтан денеден көкшіл түсті қан тамырларын көруге болады. Аққан қанды тоқтату үшін жарақаттанған жердің төменгі жағынан қысып байлап қояды, немесе тамырларды қатты басып тұрады. Бұл ең соңғы сөйлем жаңа артерияда, венада да алғашқы көмекке байланысты байқапсыздар, иә. Артериядан немесе венадан қан аққанда қалай көмек көрсетеміз. Естеріңізде сақтаңыздар, бұл әрқайсыңызға білулеріңіз қажет. Үшінші қан тамыр бізде капилляр деп аталады. Оның қызметі қандай? Ол зат алмасу мен газ алмасуды қамтамасыз етеді. Ең жіңішке қан тамыр болып келеді. Барлық мүшелерді капилляр торы қаптап жатады. Қабырғасы өте жұқа болып келеді. Эпителий ұлпасының бір қабат жасушаларынан тұрады. Капиллярлар артериялар мен менваналарды байланыстырады. Зат алмасу мен газ алмасуға қатысады. Өкпеде вена қаны артерия қанына айналады. Міне ерекшелігін қараңыздар. Өкпеде, яғни вена қаны артерия қанына айналады. Осындай ерекшеліктері бар. Енді біздің келесі тақырыпшамыз бұл адамның және басқа да сүтқоректілердің жүректерінің бөліктері туралы өтеміз. Адамның жаңағы және сүтқоректілердің жүректері ол 4 бөліктен тұрады. Ол 2 қарыншадан және 2 жүрекшеден дейміз. Оң жақ және сол жақ дейміз. Бұл туралы сіздерге мен алдында видеоларда жүректің құрылысын жеке өтеміз ғой. Жаңағы немесе қан айналым шеңберлері, үлкен және кіші қан айналым тақырыбын өткен кезде толығырақ айтамын. Ал енді қазірше біз жүректің қабаттары туралы ақпарат берейік. Жүрек бұл 3 қабаттан тұрады. Перикард қабаты, оны сыртқы қабат деп атаймыз. Миокард қабаты, оны ортаңғы дейміз, және эндокард, ол ішкі. Енді эндо дегенді білесіздер ғой, ішкі деген мағынаны білдіреді, иә. Енді перикард қабаты туралы ақпарат айтатын болсақ, олар жұқа дәнекер ұлпасының қабаты, ол жүректің еркін жиырылуына жағдай жасап, үйкелісті азайтады. Миокард ол ерекше көлденең жолақты бұлшықет қабатынан тұрады. Оның жасушалары бірігіп тұтасып кеткен, яғни қаңқа бұлшықеттерінің айырмашылығы осында. Эндокард қабаты ол қан мен үйкелісін азайтатын тегіс эпителийден тұрады. Енді өздеріңіз білесіздер, ОБТ-да бұл қабаттарға байланысты сұрақтар көптеп kesеді. Ортаңғы қабат жүректің, деуі мүмкін, жүректің ішкі қабаты, сыртқы қабат деп келеді. Яғни осыларды реттік номер бойынша белгілейсіздер. Сіздерге енді осы жалпы қан тамырлар туралы, жүрек қабаттары туралы ақпарат түсінікті деген ойдамын. Сабақ түсінікті болса, кері байланысқа өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Содан кейін осы ссылканы өздеріңіздің сыныптас оқушыларыңызға таратуларыңызды сіздерден сұраймын. Енді біз келесі сабақта қан тамырларының жүйесінің түрлері және қан айналым шеңберлері туралы ақпарат беретін боламын. Сау болыңыздар.